Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Анау тұрған кеше біз баған Большая Шибачи. Мұның ар жағында маленький Шибачи. Мұна Көкшетау деген тау. Мынау біздің ежик. Мына ежиктің басы, мынау қарны, жерден қарағанда солай көрінеді. Так, мынау біздің жұмбақтас анау тұрған. Жақындатайық. Жұмбақтас. Тау деген ол. Бөлек тау. Бөлек таудың несі тұр ғой, шығатын балкон істеп қойыпты. Бөлек тау осы. Мынау жаңа үстінде пілі бар тау ғой. Ары қарай шыға алмадым. Ары қарай уже қиын екен. Альпинист оқуын оқу керін. Ары қарай қиын екен. Деді тастар бар. Аяқта пілдің несі бар ғой жаңа. Пілдің жатқан. Жаңағы жұмбақтас. Мынау бөлек тау. Мынау Көкшетау. Мынау жаңа ежик. Шибачи деген анау аяқта. Мынау жаңа Айнакөл деген көл. Айнакөл деген көл. Мына жерде жаңа ұран береді арендаға. Осы жерден бір катамаран 10 мың теңге ме, сондай масқара, уж қымбат болып кетті. Бензин көтерген сайын бұлар да көтеріп жатыр ғой шым. Все. Бізбен бірге болыңыздар. Ой, что? Тері деген. Ne қарай шығуға дұқ жетпеді. Альпинист болу керек екен. Қиын екен бе жоқ. Дәу тастар тұр, қиын екен. Шығатын арға ешкім шықпаған ғой. Арға жол жоқ осы. Мына жақта да бүйтіп көрдім жаңа. Все. Ертең Құдай қаласа ана бөлек тауға шығамыз енді. Отыр ғой бөлек тау. Одан кейін мынау Көкшетау тұр. Азияға шығу керек. Көкшетаудың биіктігі қанша деді? 4 километр ғой. 4 мың. Ең потолығы үлкені осы ғой. Жаңа ежик. Лайк басыңыздар. Контент жалғасады.